Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Харди-Вайнберг заңы. 1908 жылы ағылшын математигі Харди мен неміс дәрігері Вайнберг популяциядағы генотип пен фенотиптің кездесу жиілігін анықтайтын формуланы ойлап тапты. Кейін ол Харди-Вайнберг заңы деп аталды. Бұл формула бойынша гетерозиготалы ағзадағы А доминантты белгіні П әрпімен, рецессивті белгіні Q әрпімен белгілейді. Осыны пайдалана отырып, ұрпақтардың кездесу жиілігін анықтаймыз. Доминантты белгі P, рецессивті белгі Q әрпімен белгілей отырып, популяциядағы ұрпақтардың кездесу жиілігін анықтауға болады. Пинет торына қарай отырып, Харди-Вайнберг заңын формуламен бұлай өрнектеуге болады. P бізде екі рет кездеседі. Яғни P квадрат гомозиготалы қосылған P Q екі рет кездеседі. Ол гетерозиготалы қосылған Q квадрат гомозиготалы рецессивті. Осы формула Харди-Вайнберг заңының негізі. Харди-Вайнберг заңының практикалық маңызы өте зор. Мысалы, адам популяциясында тұқым қуалайтын аурулардың таралуын және кездесу жиілігін анықтауға болады. Алайда Харди-Вайнберг заңының қолдану шегі бар. Біріншіден, Харди-Вайнберг заңының қолдану ол популяциялар көп болу керек. Екіншіден, Харди-Вайнберг заңын қолданған кезде популяцияларда жаңа мутациялар пайда болмау керек. Үшіншіден, өзгеше генотипі бар жаңа популяциялар араласпау керек. Бүгінгі сабақта біз Харди-Вайнберг заңымен таныстық. Келесі сабақта біздер Харди-Вайнберг заңын қолдануды үйренеміз. Егерде Харди-Вайнберг заңын қолдануды үйренгілеріңіз келсе, біздің видеоны көріп, каналымызға жазылып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.